Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай бүгінгі видеода 8-ші сынып геометрия пәнінің 3-ші тоқсандағы аудан тақырыбы бойынша БЖБ-ның 3-ші нұсқа есептерін қарастыратын боламыз. Бұл жерде келесідей 3 тапсырма берілген. Бірінші есепке келетін болсақ, АЕ және ДЕ кесінділері АБЦД параллелограммының биссектрисалары және ЕБЦ қабырғасына, ал F АД қабырғаларына тиісті нүктелер деп берілген. Алдымен осы параллелограммамызды сызып алайық және төбелерін белгілейміз. Бұл А, Б, С және Д төбелері. Енді бұл жерде АЕ биссектриса деп айтылған. Мынау АЕ кесіндісі биссектриса. Ал биссектриса дегеніміз мына А төбесін теңдей екі бөлікке бөледі деген сөз. Былайынан бірдей деп белгілеп қояйық. Және ДЕ ол да биссектриса. Ол Д қабырғасын теңдей екі бөлікке бөледі. Оларды екі сызықпен белгілеп қояйық. Е ол БЦ қабырғасына дейді. Е міне БЦ қабырғасының бойында жатқан нүкте. Және F ол АД қабырғасына тиісті нүктелер. Мына нүкте F нүктесі. АФ АД қабырғасына, мынау перпендикуляр деген белгі ғой. Перпендикуляр, яғни 90 градус. Оны былай деп белгілеп қоямыз. 90 градус екені белгілі. Егер АБ 6 сантиметр, яғни мына қабырға 6 сантиметр болатын болса, және ЕФ 3 сантиметр болса дейді, мына EF-тің ұзындығы бар, онда бізге екі тапсырма берілген. Біріншісінде АД қабырғасын табыңыз дейді. Олай болса, берілгендерін жазып алайық. EF ол перпендикуляр АД-ға, және АБ қабырғасы ол 6 сантиметрге тең, және EF қабырғасы ол 3 сантиметрге тең. Енді бізге А тапсырмасында АД қабырғасының ұзындығын табуымыз керек, және Б тапсырмасында АБЦД параллелограммының ауданын табуымыз керек. Олай болса, қарастырайық. Параллелограмм дегеніміз бұл қарама-қарсы жатқан қабырғалары бір-біріне параллель болатын фигураны айтамыз. Олай болса, бұл жерде БЦ қабырғасы АД қабырғасына параллель. Және оны АЕ деген қиюшы қиып өтетін болса, АЕ-ні қиюшы деп жазайық. Онда бұл жерде пайда болған бұрыштарға байланысты бізде ережелер бар еді. Яғни міне қараңыздар, БЦ қабырғасы, АД қабырғасы екеуі параллель, және оны АЕ қиюшы кесіп өткен кезде ол жердегі пайда болған мына айқыш бұрыштар бір-біріне тең. Яғни жазамыз, бұрыш ЕАД ол тең бұрыш БЕА-ға. Және есептің берілу бойынша АЕ биссектриса дедік. Яғни ол мына А төбесін теңдей екі бөлікке бөледі деп айтқан болатынбыз. Ендеше бұл екі бұрышта өзара тең. Яғни бұрыш БАЕ-ге тең деп айтамыз. Сонда қараңыздар, мына үшбұрыш АБЕ-ні қарастыратын болсақ, табандағы екі бұрышы бір-біріне тең. Олай болса, бұл тең бүйірлі үшбұрыш. Яғни былай жазамыз. Үшбұрыш АБЕ-ні қарастыратын болсақ, ол бізде тең бүйірлі үшбұрыш болып шықты. Яғни АБ қабырғасы БЕ қабырғасына тең, және олар 6 сантиметр. АБ 6 болды, БЕ де 6 сантиметр екен. Дәл сол сияқты тағы да БЦ қабырғасы мен АД қабырғасы бір-біріне параллель деп, енді ЕД-ні қиюшы қылып аламыз. Жазайық. БЦ параллель АД-ға, енді бізде ЕД қиюшы болады. Еді қиюшы қиып өткен кезде пайда болған айқыш бұрыштар, яғни міне мына бұрыш пен мына бұрыш өзара тең болады. Жазайық. Бұрыш СЕД ол тең болады келесі айқыш бұрышқа бұрыш ЕДА-ға. Және ол осы ЕДА бұрышы, мына бұрыш, есептің берілгендегі еді биссектриса деді, яғни ол мына бұрышқа да тең. Яғни бұрыш ЕДС-ға тең деп аламыз. Олай болса, бұл жерде де табандарындағы екі бұрышы бір-біріне тең деп, ЕЦД үшбұрышы да тең бүйірлі болып шығады. Яғни жазайық. Үшбұрыш ЕСД-ны қарастырған кезде, бұл жерде ЕС қабырғасы ДС қабырғасына тең. Ал ДС қабырғасы дегеніміз бұл параллелограмм болғандықтан, ол АБ қабырғасына тең.
ол тең АБ-ға деп жазайық. Ал ол АБ дегеніміз бізде 6 сантиметр еді. Яғни СД да 6 сантиметр болады, ЕС да 6 сантиметр болады. Немесе былай көрсетсек болады. АБ мен БЕ тең болды, тең беріліш бұрыш, және ЕС мен СД да бір-біріне тең болды. Бұл да тең беріліш бұрыш. Сонда қараңыздар балалар, бізге табу керек АД қабырғасы еді ғой. Параллелограммда қарама-қарсы жатқан қабырғалар бір-біріне параллель әрі тең болады. Сонда АД қабырғасы дегеніміз ол БЦ қабырғасына тең. Ал БЦ қабырғасын табу үшін біз БЕ-ге ЕС-ны қоссақ болады. Сонда БЕ белгілі, ол бізде міне 6 сантиметр. Оған қосамыз ЕС жаңа тапқан қабырғамыз, ол да 6 сантиметр. Сонда АД-ның ұзындығы 12 сантиметр болады екен. Бұл А тапсырмасының орындалуы. Енді Б тапсырмасын орындайық. Б тапсырмасында АБЦД параллелограммының ауданын табыңыз деген жазып алайық. Аудан АБЦД-ны табу үшін параллелограммның табанын, яғни АД қабырғасын, оның биіктігі ЕФ-қа көбейтеміз. Енді мәндерін орындарына қояйық. АД-ны біз жаңа таптық, ол 12 сантиметр. Көбейту ЕФ деген ол 3 сантиметр деп есептің берілгенінде бар. Көбейтеміз 3-ке. Сонда параллелограммның ауданы 36 сантиметр квадрат болады екен. Келесі екінші тапсырма. АБЦ үшбұрышында АБ 10-ға, АС 13-ке, бұрыш С 40 градусқа, бұрыш Б 80 градус болса, АБЦ үшбұрышының ауданын табыңыз делінген. Есепте берілген мәліметтерді жазып алайық. Олай болса АБС үшбұрышы және АБ қабырғасы 10-ға тең, АС қабырғасы 13-ке тең, бұрыш С 40 градус дейді. Мына жер 40 градус екен. Бұрыш Б 80 градус. 80 градус. Енді АБЦ үшбұрышының ауданын табыңыз дейді. Бұл үшбұрыштың ауданын табу үшін біз мына формуланы қолданамыз. 2-ден 1 А көбейту Б көбейту синус альфа. Яғни 2 қабырғасы және олардың арасында жатқан бұрыштың синусына көбейту арқылы табамыз. Ендеше қарастырайық. Бізде белгілі 2 қабырға, ол АБ және АС. Ендеше осылардың арасында жатқан мына А төбесінің бұрышы керек. А бұрышының өлшемін табу үшін үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең деген теореманы пайдалана отырып шығарамыз. Яғни 180 градустан бізге белгілі 2 бұрыштың қосындысын алып тастаймыз. 80 қосу 40-ты. 80-ге 40-ты қоссақ 120, 180-нен 120-ны азайтсақ, яғни 60 градус екен. А бұрышымыз 60 градус. Енді ол белгілі болатын болса, мына үшбұрыштың ауданын табамыз. Үшбұрыш АБЦ деп жазып алайық. 2-ден 1 А дегеніміз ол бізде АБ қабырғасы. Бұлай толықтай жазайын. Бірінші АБ көбейту АС көбейту синус А бұрышының синусы деген сөз. Енді осының мәндерін орындарына қояйық. Үшбұрыш АБЦ-ның ауданы ол тең 2-ден 1 көбейту АБ дегеніміз 10 сантиметр, АС дегеніміз 13 сантиметр, көбейту синус А, яғни синус А бұрышы 60 градусқа тең. Сонда С үшбұрыш АБЦ ол тең. Мына жерде 2 мен 10-ды қысқартып жіберуге болады. 2-нің орнында 1, 10-ның орнында 5 қалады. 5 пен 3-ті көбейтетін болсақ 65 көбейту синус 60 градуста ол түбірасты 3 бөлу 2-ке тең. Түбірасты 3 бөлу 2. Сонда 65-ті түбірасты 3 бөлу 2-ке көбейтсек, мына жерде 65 пен 2-ні қысқартамыз. 2-нің орнында 1 қалады, 65-тің орнында 32,5. Сонда үшбұрыштың ауданы АБЦ ол 32,5 түбір астында 3 сантиметр квадрат болады екен. Келесі үшінші есеп. Төмендегі суретте берілген АБЦ-ді тең бүйірлі трапециясының периметрі 60 сантиметр, ал Д бұрышы 30 градус. Егер ДС-ның МП-ға қатынасы 1-дің 2-ге қатынасындай болса, онда АБЦ-ді трапециясының ауданын табыңыз делінген. Бізге белгілі мәліметтерді жазып алайық. Мына Д бұрышы ол 30 градус екен. Және қатынас бар ол бізде. ДС-ның МП-ға қатынасы 1-дің 2-ге қатынасындай деген сөз. ДС-ны X деп алатын болсақ, онда
mp ол 2x деген сөз ғой. Және периметр берілген. Периметр ол 60 сантиметрге тең. ABCD трапециясының ауданын табуымыз керек. Бірінші осы берілген периметрден бастайық. Периметр табу үшін трапецияның барлық қабырғаларын қосамыз, яғни AB-ға қосамыз BC-ны, оған қосамыз DC-ны және оған қосамыз AD-ны. Және оның барлығы 60 сантиметрге тең екен. Тең берілі трапеция болғандықтан DC мен AB бір-біріне тең. Жазайық. DC тең AB-ға. Жаңа DC-ны біз X деп алдық. Олай болса AB ол да X болады. Ендеше орындарына қоямыз. AB деген X қосу, BC қосу, DC дегеніміз оны да X деп алдық. X қосу AD. Ол тең 60-қа. Енді осы жерде BC қосу AD-ны табатын болсақ, ол 60 азайту 2x болады. Ал мына жерде MP дегеніміз ол трапецияның орта сызығы ғой. MP дегеніміз ол BC-ға AD-ны қосып 2-ге бөлу арқылы табылады. Енді осы жерден BC қосу AD-ны табатын болсақ, BC қосу AD дегеніміз ол 2MP деген сөз. Ал MP-ның өзі мына жерде міне 2x деп берілген. Сонда орнына қоятын болсақ, 2 көбейту 2x, сонда ол 4x-ке тең екен. Яғни BC қосу AD ол 4x-ке тең болды. Сонда міне мынаның орнына 4x ол тең 60 азайту 2x деп жазсақ болады. Мына 2x-ті солға қарай өткізетін болсақ, ол 4-ке қосылады. Сонда 6x тең 60-қа. Осыдан x табу үшін 60-ты бөлеміз 6-ға. Сонда x тең 10-ға болады. X 10-ға тең болатын болса, DC қабырғасы мына қабырға. Бұл 10-ға тең. Ендеше жазайық. DC ол 10 сантиметр, ал MP орта сызық ол 20 сантиметр болады. Трапецияның ауданын табу үшін ABCD деп жазайын. Трапецияның табандарының, яғни BC-ны қосамыз AD-ға. Трапецияның табандарының қосындысын 2-ге бөліп, оны биіктікке көбейткенге тең. Биіктік мына жерден CH деген биіктік түсірейік. Мынаны H нүктесі деп алайық. Сонда көбейтеміз CH-қа деп жазамыз. Бұл биіктік мына жер 90 градус деп аламыз. Енді бізге осы CH биіктігі белгісіз, оны тауып аламыз. Ол үшін DCH деген үшбұрыш, тікбұрышты үшбұрыш. Ол жерде бір бұрышы 30 градусқа тең. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына деген теорема бар. Сол бойынша мына жерде үшбұрыш DCH-ты қарастыратын болсақ, бұл жерде CH ол DC-ның жартысына тең болады. DC дегеніміз 10 сантиметр болды, яғни 10-ды 2-ге бөлеміз, сонда 5 сантиметрге тең екен. Олай болса, мына ауданды табайық. Аудан ABCD ол тең. Енді мәндерін орындарына қоямыз. BC қосу AD бөлу 2 дегеніміз ол міне MP еді бағана. Ал MP-ның мәні 20-ға тең. Немесе былай жазсақ болады. MP көбейту CH деп алсақ болады. Себебі мына BC қосу AD бөлу 2 дегеніміз ол MP-ға тең деп мына жерде жазып кеткен болатынбыз. Орта сызықтың формуласы. Енді мәндерін орындарына қоямыз. MP дегеніміз 20 сантиметр, көбейту CH дегеніміз 5 сантиметр, 20-ны 5-ке көбейтсек, трапецияның ауданы 100 сантиметр квадрат болады екен. Балалар, осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығарылу жолы түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.